орталық балалар кітапханасы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған ұлт ұстазымен үндесу челленджін Тапар кенті кітапханасынан қабылдап алды. Ақын елін маса болып шағып, оның намысын, жігерін оятуға бет алған. Қазағым елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жанын, аш көзінді оянып, қанған жоқ па әлі ұйқын, ұйықтайтын бар не сыйқын. Ахмет Байтұрсынұлы жұртыма, бірлік қып ісі етуге шорқақ жұрттым. Табылса оңай олжа ортақ жұрттым. Сияқты қара қарға шолдаған, үрейсіз қоян жүрек қорқақ жұрттым. Абай қаласының орталық балалар кітапханасы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған ұлт ұстазымен үндесу челленджін Южный кенті нөмір 1 филиал кітапханасына жолдаймыз.